Ертеде бір кедей болыпты. Оның 5 ешкі, бір қара тоқтысы және бір құла аты болыпты. Кедей ешкілері мен тоқтысының байдың қойына артын байдың жылқысына қосады екен. Қара тоқтыны құла атты өз малына бөліп, елсіз күнсіз айдалаға айдап жібереді. Біреу өтті ма? Жарайды. Жарғының түршігін күрт-күрт шайнап тұра береді. Қара тоқты бейшара оларға ере алмай, енді өлдім-ау деп маңырап тұрғанда, тап қасында бір түп... Кім? Мамалар шығар? Қалайсыңдар, чатан? Қалайсыңдар? Как раз едіңдер ой? Ой, ішіміз кісілері бұққамыз етсек олғы. Мамалар, тойға кетіп қалған еді сол? Иә, бізді жіберді ғой сендер қорып қалмасын деп. Болып тұрады ол арасында? Қандарың аш емес па? Жоқ, бағана шоши, пицца, тойнерче, той береміз. Алып келмейсіңдер ма бізге де? Ойбай, біз кетпіз ғой. Кешірдім. Не мұндай жерде шынымен біресе тұрған сияқты. Мамалар қашан келеді? Шынымен бізде қасымыз дейді. Ой, отыра тұрыңдаршы біздің қасымызда. Біз қорқамыз. Жарайды. Ойбай, ол кім? Ойымды қайтарыңдар. Ол кім? Қандай лабубу? Бізде жоқ лабубу. Кім достар? Кім осы? Сен ба қосқан? Менде Сен ба? Сен ба Айша? Мен де емеспін осы. Сонда кім болуы мүмкін? Лабубу қайтар. Қандай лабубу? Қандай лабубу? Лабубуды қайтар. Қандай лабубу? Қандай лабубу? Сол бекер келдік қой. Сол. Бұл жердің бәрі қорқыныштың ма? Қайтпай қойыңдаршы, кішкене күтіңдерші. 1-2 сағат болыңдаршы, мама папа келетін шығар. Жарайды. Болды, бұлай отыруға болмайды. Сенің лабубың емес па? Сенің лабубың бар еді ғой. Сен істедің оны. Арасында. Жүр арасын. Шашыңдар. Лабубу. Мына. Лабубу. Ой, лабубу, бұл да емес екен ғой. Ой, мынау сырға екен ғой, қараш. Мына. Осы ма лабубу? Лабубу деп жазылып тұр, қараңдар. Не мынау? Түрлер ауысады ма не? Лабубу. Лабубу? Кім айтты лабубу деп? Жұрт айтып жатыр ғой. Мауының түрі ауысады екен. Не істейміз енді ойланып көріңдерші. Енді қалай шақырамыз жаңағы елесті? Білмеймін, қалай шақыруға болады ол елесті. Ертеңіне беруіміз керекпіз. Ертеңіне қарап көрейік те, ол қайтан келуі мүмкін. Мен бағана есеп оқыдым ғой. Соның арасында бар шығар мүмкін. Жүріңдер. Қайда еді бұл? Кел, іздеп көрейін. Мына лабубу. Осыны шақырып, елесін шақырып, мына лабубуды көруіміз керекпіз.
Енді мына ертегіні оқиын, иә? Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған Лабубуды көрді де жақындап келіп, «Сәлеметсіз бе, Лабубу?» «Қалың қалай?» дейді Лабубу. «Жақсы, өзің қалайсың?» дейді түлкі. «Жерге түсіп сөйлесеңіз қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді» дейді Лабубу. «Бар, бізді жеп қоюы мүмкін» дейді түлкі. «Әй достым, бұрынғы заман емес, жаңа заман. Біреуге біреу зорлық қылмасқа, қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін» деген дейді Лабубу. «Өтті, тоқтамады ғой бірақ?» «Неге тоқтамады ол?» Дальше оқы. «Жақсы хабарыңыз бар екен. Мына жақтан бір иттер келе жатыр. Оларға да Ура! Біз жеңдік!» Мама звондап жатыр. «Алло, мама, келіп қалдыңыздар ма?» Жарайды, жолдарыңыз болсын. Мамалар келіп қалыпты. Осы минутта үйде болады екен. Жақсы болыпты.